Жезқазғанда 8 жасар қыз баланың қаза табуына менингиттің жедел дамуы себеп болды дейді дәрігерлер. Кешкі 5-те ауырған бүлдіршін түн жарымда ауруханаға жеткізіліп, таңғы 7-де көз жұмған. Жеткіншек жүрегі айнып, өзін жайсыз сезініпті. Әкесінің сөзінше, сол күні ол самса және де басқа да тағамдар жеген. Дәрігерлер алдымен соқыр ішектеп топшылаған, дегенмен ауруханада асқазан инфекциясы деген диагноз қойыпты. Ақ халаттылар барлық шараны жүргізсе де бүлдіршіннің жағдайы нашарлай түседі. Түнгі 3-тің шамасында баланың денесін геморрологиялық бөртпе басқаннан кейін жансақтау бөліміне ауыстырыпты. Оказывалась интенсивная терапия, но несмотря на проведенную жан-жақты терапия жүргізілді. Дегенмен барлық көрсетілген көмектер нәтиже бермеуінен таңғы 7-де бала көз жұмды. Бүгінде қыз баланың денесі сот медициналық сараптамасына берілді. Алдын ала болжам бойынша менингококктың инфекциялық жедел өрбитін түрі. Бүгін күні санитарлық дәрігерлер баламен байланыста болған 24 адамның сараптамалық сынамаларын алған. Оның 14-і медиктер мен мектептегі асхана қызметкерлері. Мамандардың сөзінше, менингиттің бактериялық түрі вирустыққа қарағанда қауіпті болып табылады. Ал дереу тарайтын түріне шалдыққан жандарда жиі аман алып қалу қиынға соғады екен. Көбінесе мұндай дертке балалар шалдығады. Дегенмен үлкендер де инфекция таратушы болып табылуы да мүмкін екен. Инфекция жөтелу немесе түшкіру арқылы жұғуы мүмкін. Ребенок, к сожалению, его иммунитет слабый. Өкінішке орай, бала иммунитеті әлсіз, сезімталдығы жоғары. Дәл қазіргі уақытта эпидемиологиялық маусым, ауа арқылы таралатын жедел респираторлық вирустық инфекциялар мен тұмаудың өршуі басталды. Бұл жайтта инфекцияның тууына себеп болуы мүмкін. Бүлдіршіннің қазасына қатысты ішкі тергеу жұмыстары жүргізілуде. Нақты диагнозды енді экспертиза анықтамақ. Кеше Жезқазғандағы басқа мектептен 5 бала ішек инфекциясы деген күдікпен ауруханаға жеткізілген. Ол білім мекемесінде де тексерістер жүргізілуде. Аян Алматылу, Ирина Нинашева, Равиль Валиев, 5-ші арна.